Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Алима. Достар, бүгін бізде влог болатын болады. Бүгінгі влог қызық себебі менде қазір подружкалармен шәуіл айының оразасын ұстап жатырмыз. Және де бүгін бізде менің өмірімдегі ерекше ауызашар болмақ. Себебі мен бірінші рет Хогоға барып көретін боламын. Хогоны білетін шығарсыздар, китайский, мынандай өзің пісіріп жейтін жер. Ендеше бірге дайындалайық. Вот достар, менің образым осындай. Еще қазір үстіме осындай безрукавка киетін боламын, себебі кешке Алматы салқын болады. Және аяғымда кроссовка. Вот осымен дайынмын. Достар, мен уже шығайын деп жатырмын. Сағат 5-тен 7 кетті. Ал бізде бүгін ауызашар сағат қаншада? 6? Saat ауызашар нешеде? 6:26 екен, әлі 1 сағаттан көбірек бар. Мен енді осылай образым шықты. Енді аяғыма осы аяқ киімді киетін боламын. Достар, мен шықтым дегенмен уже неше рет болды, бірақ бұл жолы точно шықтым. Достар, мен автобустан түстім. Енді қазір жаяу баратын боламын. Кішкене бір қараңыздаршы, қандай күшті закат болды. Сап-сары прям. Достар, бүгін тауларда күшті болып тұр. Бірақ мен кішкене мұздап тұрмын. Достар, мен жетіп қалдым. Кішкене қалды, бірақ менің подружкаларым әлі келмепті. Олар сразу сабақтан келе жатыр. Пробкада тұр екен. Ауыз ашуға примерно 15 минуттай уақыт қалды. Вот достар, мен келдім. Іші осындай екен. Бүлдіршінің атына бронировать етіпті. Күшті болып тұр, музыка қосылып. Достар, мына жақтың деген иісі деген. Күшті бір андай бульонның соусымен күшті шығып екен. Енді қазір заттарды таңдап пісіріп, барлығын мен көрсететін боламын. Надеюсь, менің дауысым естіліп тұр. Біздің не, мынандай кабинаның ішінде екен. Адамды қатты көп емес, бірақ бар жеткілікті. Мен бос отырмайын деп меню қарап отырмын. Көп зат бар екен. Қазір енді таңдайтын боламыз заттарды. Бұл китайская кухня. Мен әлі күтіп отырмын. Ауызашуға 5 минут қана қалды. Как вам мой очки?
Zotlar әлі келмеді. Ауыз ашатын уақыт уже болып кетті. Мен уже ауыз аша беретін боламын. Қалды. Açtın aytın bәлік. Келе жатыр, короче. Оларды басқа столға отырғызған. О, привет, сәлем. Блогер біздің досымыз екен. Енді шынды не нәрсе өзіңе төбеге барып қызымды істеген секілді атасынан жоқ. Біз енді жейтін заттарды таңдауға бара жатырмыз. Қандай заттар бар екен? Мен бұл жерде бірінші рет келіп тұрмын. Ол екеуі келіп үйреніп қалған. Бәрін біледі. Короче, надо поднос алды. Жест. Қазір таңдауға ұзақ уақыт кететін сияқты. Бәрін алып болған соң көрсететін боламын. Мынандай заттар алдық. Мына жерде мен тек крабовый палочканы ғана білемін. Ой, байқу. Мына жерде лапшалар бар. Мына жерде еттер, мына жер овощи. Нарды мен түсінбедім екен. Мына сосиска екен білем. Басқа зат білмеймін. Мына бірінші партиясы. Қазір екіншісін алып берем тағы. Екінші партиясының Гүлмира алып кетті. Енді қазір біз соус жасайтын боламыз. Жалпы ойнап жатыр. Весь этот процесс. Мына жерде не саламыз. Бұл не? Соя соус. Китайский уксус қосылған. Мына кунжут. Кунжутный масло. Қанша кунжут? Білмеймін. Өзің қосасың. Адамда. Не-не-не, слева. Ага. Ну ты это взял. Нет. Шөпшінің не бар? Білмеймін, өздерім көрмедім. Ондай не Соус дайын болды. Жасыған батырды жасым ба енді? Білмеймін. Таза екен. Менің өнерімде бар. Бұл кімге? Әлима. Қош мама, не? Бүлдіршінің мен. Енді менің, сәлем достар, енді менің өнерімді көреді. Короче, мынау бір партияс. И мынау екінші партияс. Еще мындай соус бар. Бір жағында острый, мынау не острый, бульон. Осыған қазір мына алған заттарымызды пісіретін боламыз. Бұл бүлдіршін, бұл Гүлмира, таныстыңдар ғой. Заттарымызды салдық, пісіре жатырмыз. Пожалуйста, Қазір мен бірінші рет жеп көремін. Қандай зат? Бұл не? Нан ба?
омлетка, жұмыртқа сияқты. Ұнады ма? Маған күшті. Маған не жеймін? Неужели ойнап дейді? Ой, бәрі. Не керек, қоялар, қойып кетеді. Жаңа заттарын жеп болдық. Енді лапша. Сендер инстаграмға түсіресіңдер ме? Болды бұдан күнде кеп тұрады. Ой, инстаграмға қош. Біз шықпайды ғой біз. Сен сақой, біз атын кетеді. Ерліп бірдеңе саламыз. Аналарын да сала беремін, аналарды да. Жеп көресің ба? Ол қандай Қош лапша? лапша. Күнчоза. Давай. Может, күнчоза бұдан Күнчозаның... Мына Сен сосынан да салатын. күнчозаның жуан түрі. Партияға кетіп бара жатыр. Burada zаттар аламыз. Короче, осынша зат жетпіс. Представляете? Көп жетпістаппыз. Енді жеп болдық, короче. Енді әңгіме айтып отырмыз. Dostlar, biz beğenmiş olduk. Saat 9 oldu. Sen ne kadar mısın? Çok. Qanday zat? Saat 9 bo'ldi, endi biz qaytib bora жатырмыз. Biz Almaty endi joy o'tsin bo'lamiz, a? Joy o'tsamizmi? Мотозалка возьми, да, Всем привет. Осы жерде Дони есіме түскен. Дони шақыр. Біздің қарнымыз тойып тұрса да магазин аралап жүрміз, короче. Мороженое іздеп жүрміз, короче. Аштыдан кейін мороженое жеген жақсы екен, сол енді мороженое іздеп жүрміз. Жоқ, 2024. Кімге Дониға да ала салайын ба? Сен бәрінен жүзіне. Біз мороженое алып жатырмыз. Осындай мороженое алдық. Бұл ішінде снеговик. Biz, короче, bir adam күтіп тұрмыз. Koşup pastasını gelin gelin. Son tutturmuş. Sorry, I can't find this. Jaya olab kelе жатырмыз. Это Юлдыз моя, это Юлдыз моя.
сегодня. A few inches later. Biz әлі жаяу жүріп келе жатырмыз. Қанша уақыт болды? Достар, мен мұздап кетіп, Гүлмираның үйіне келіп, Гүлмираның осындай джемперін алып алдым киіп. Өткен бағы өте қатты суық. Biz жылы киініп адам болып шықтық. Осындай жылы киім киіп алдым. Жылынып күшті оқамын. Малдың өзі бөкен. Жаным. Кытай деш. Кытай. Седім. Десең еркелет. Сағат 11:30 біздің әңгімеміз әлі бітпеді. Достар, сағат 12-ден кетті, мен үйге енді келдім. О, есік ашық екен. Есік жабық бола ма деп ойлап едім. Мені достарымыз әкеліп тастады. Короче, машинамен. О, есік. Бәрі ұйықтап қойған шығар. Достар, мен үйге келіп отырдым. Қазір енді осы бетіміздегі макияжымызды осы гидрофильный масланың көмегімен шешетін боламыз. Үйге келсем бәрі ұйықтап қалыпты. Хорошо, есік ашықтыр. Достар, менің бүгінгі күнім сіздерге ұнады деген үміттемін. Және де сіздер Хогоға барып көріңіздер ме? Мысалы, мен бүгін бірінші рет бардым. Маған ұнады. Тағы да баратын боламын. Іші жақсы екен. Және менің подушкама рахмет осылай ауыз ашқызғанына. Сосын холлы жеп болып, біз примерно бір жарты сағаттай жаяу жүрдік. Сосын Мира деген подругамның үйіне барып, кішкене жылырақ киім киіп алдық. Өйткені дала деген капец минусовой погода болып тұрған шығар даже. Мұздап кеттім мен Безрукавканың өзінде. Сөйтіп бір жемпір киіп алып, одан далада тұрып тағы бір сағаттай әңгіме айттық. Ішімізде біраз нәрсе көп болды. Көріспегенімізге последний раз біз менің туған күнде ма, или осы жылдың басында ма ғана кездескенбіз, одан бері кездеспегенбіз. Сол әңгіме айттық біраз. Сосын достарымыз, Гүлмираның достары. Сөйтіп үйге аман есен келдік. Осылай гидрофильный масланы істегенде бетті жақсылап істеу керек. Бетіміздегі макияждың бәрі кету үшін. Болды достар, бетімдегі макияжын кетіріп болдым. Енді бетімді шайып, одан кейін мумбалкамен жуып жататын боламын. Достар, мен бетімді жуып болдым. Осымен менің бүгінгі видеом аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.